Менің жасым 35-тен асты. Кішкентайымнан үздік болғым келетін. Жұрттың мен туралы жақсы қыз деп айтқандарын қалайтынмын. Ол үшін менде бәрі жақсы, мінсіз болуы шарт еді. Күйеуім де кемшіліксіз, балаларым да мұнтаздай, тіл алғыш болуы керек. Бірақ менің талабым қанша жоғары болса да, жақындарым оған сәйкес келе алмауда. Балаларым қыңыр, ерке, ойыншықтарды сындырады, даладан кір қожалақ болып келеді. Күйеуім туған күнімді, үйленген күнімізді ұмытып кетеді. Жұмыстан жиі кешігіп, жолдастарымен сыра, бильярд ойнап отырып қалады. Сондықтан менің бүгінгі өмірім өзім армандағандай емес, қатардағы қыз-келіншектердікіндей кәдімгі жалпылама өмір. Әрине, мен адал жармын. Күйеуімнің тамағы әр кезде дайын, киімдері таза, үтіктелген. Әйелге қатысты міндеттерімді толығымен атқарамын деп айта аламын. Өзге еркекке қарау туралы ой түсіме де кірмейтін. Жанымда өз күйеуімнен өзге біреуді өмірі елестетіп көрген емеспін. Бірде жұмыста бөлім бастығымыз ауысты. Жасы 45-тердегі адам еді. Таныстығымыз басталып, әңгімеміз түскі аста кофе, шай ішумен жалғасып жатты. Бірақ түсініксіз себептермен мені оған бір күш тарта берді. Оны көрген кездегі сезімдерім, жан толғаныстарымнан қорқа бастадым. Себебі мен күйеуімнің көзіне шөп салуды ойыма алмағанда тұрмыстағы жас әйел едім. Бірақ соған қарамастан маған бір бөйтекі, әдепсіз, арсыз ойлар келе бастады. Әлгі еркекті жиі көргім келіп тұратын болдым. Соңында бір күні кездесуіміз тәуліктік жалдамалы пәтерде жалғасты. Нақсүйерімнің маған деген ынтығы одан сайын қоздыра түседі. Не керек, өзімді баяғыдай 20 жастағы қыздай сезініп, құштарлығым арта түсті. Құмарлықтың құлына айналып, айызымызды әбден қандырдық. Енді міне жуынып, боянып, бойымды түзеп, түк болмағандай үйде күйеуімді жұмыстан күтіп отырмын. Күйеуімнің көзіне шөп салған соң ешқандай да шешімге келе алмадым. Ішкі дүниемде арпалыс. Не үшін олай істегенімді де білмеймін. Күйеуім жаман адам емес, өзімді сыйлайды. Басқа әйелдер үшін ол нағыз сыйдың өзі болар. Ал мен бейбақ болсам, қайдағы бір қиялды, жаңа немесе басқа бірдеңені қалаған екенмін. Бір рет алған әсерім жанға қанша жағымды болса да, ол өткінші нәрсенің күйеуімнің мейірімі мен сыйластығын айырбастай алмайтынымды түсіндім. Қолда бардың қадірін білу керек екен. Ал үйдегі сүреңсіз өмірімді жандандырып, шырайландыру үшін барлығы менің қолымда екенін енді ғана түсінгендеймін. Міне, осындай оймен бүгінгі күйеуімнің жақсы көретін тамағын пісіріп, тәтті әзірлеп, дастарханды әдемілеп жайып күтіп отырмын. Күйеуіммен, балаларыммен бақытты отбасы болып, улап-шулап тамақ іштік. Иә, мен жасаған ісіме қатты өкінемін. Күйеуімнің жүзіне қарай алмай, өзімнен өзім ыңғайсызданамын. Өз-өзімнен жиіркенемін. Бұл жағдайды қалай ұмытсам екен? Немесе ұзын құлақтардың арқасында күйеуім бұл әңгімені естіп қойса не болады? Оны ойлаудың өзі қорқынышты. Ал сіздердің ойларыңыз қандай?